Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Айгерім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода медовый тортының рецептісін көрсететін боламын. Өте жұмсақ, үлпілдек, жеген кезде ауызда еритін медовик тортын бірге дайындаймыз. Қарасаңыздар, видеода өте нәзік болып келген. Видеоны мұқият соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ұнымызға 1 шай қасық сода саламыз, және де шым-шым тұз салып, жақсылап араластырып қойып қоямыз. Келесі осындай пластмас ыдысқа қантымызды және 3 дана жұмыртқамызды саламыз. Бөлек темір ыдысқа су қайнатамыз. Осындай водяной баняға қойып ерітеміз. Венчиктің көмегімен ақырын араластырамыз. Міне барлығын жақсылап араластырдық. Бізде қантымыз толықтай ерігеннен кейін сары май және де балымызды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Асты жай отта тұруы керек. Мінекей, бізде барлығы еріді. Енді біздің массамыз біркелкі болғаннан кейін ұнымызды 2 бөліп қосып, осылай венчикпен араластырып отырып қамыр жасаймыз. Бізде кәдімгі қайнатпалы қамыр сияқты болып, нәзік болып шығады. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай барлығын осылайнан жасап шығамыз. Негізінде медовый тортының корждарын дәл осылай жасасаңыздар, өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Көбісі кәдімгі қамырды илеп қолмен, оқтаумен жайып жатады. Ол кішкене қаттылау болып шығады. Осылайнан жасасаңыздар, корждарыңыз өте жұмсақ болып шығады. Енді мінекей бізде осындай масса болып шығады. Астын өшіреміз. Енді пергамент қағазына дәл осылай домалақ форманы сызып аламыз. Мендегі 22 диаметр болды. Енді әр қайсысына 2,5 ас қасықтай қамыр саламыз. Енді шпательдің көмегімен видеода көріп тұрғандарыңыздай осы домалақ форманың шетіне шығармай барлығын жайып шығамыз. Мінекей осылайнан барлық жағына жеткілікті етіп жағып шығамыз. Енді қызып тұрған 200 градуста пеште 4-5 минуттай беті қызарғанша пісіріп аламыз. Менде осындай домалақ 5 формаға шықты. Енді ең соңында қалып кеткен қамырды бөлек пергамент қағазына дәл осылайнан жағамыз. Бізде бұл сыртын қаптағанға қажет болады. Міне қыздар, біздің корждарымыз пісті. Қарасаңыздар, өте жұмсақ болып шықты. Енді біз кремін дайындаймыз. Біздегі крем өте қарапайым. Кез келген қаймақты аламыз. Мендегі 20% қаймақ. Осындай үлкендеу ыдысқа құямыз. Және де 4 ас қасықтай қант ұнтағын саламыз. Жақсылап араластырамыз. Мінекей осымен біздің креміміз дайын болды. Енді қалауыңыз бойынша шамалы 1 ас қасықтай сгущенка қоссаңыздар болады. Жақсылап араластырамыз. Енді біз корждарымызды бірдей етіп кесіп аламыз. Менде осындай домалақ формамен бірдей домалақ етіп кесіп аламын. Бізде шетіндегілері сыртын қаптағанға қажет болады. Міне қыздар, қарасаңыздар, біздің корждарымыз өте әдемі болып көтерілген. Келесі шетіндегі қалдықтарын қызып тұрған пешке 2 немесе 3 минутқа салып аламыз. Кішкене қызарып шығуы керек. Енді тортымызды құрастырамыз. Ең алдымен шамалы крем жағамыз. Коржымызды салып, одан кейін әр корждың арасына 3 ас қасықтай крем жағамыз. 3 немесе 4 ас қасықтай саламыз. Мінекей, видеода көріп тұрғандарыңыздай барлық жағына жеткілікті етіп жағамыз. Ешқандай да қиындығы жоқ. Негізінде осындай тортты жинағанға осындай кольцо қолдансаңыздар өте ыңғайлы. Торттарыңыз біркелкі болып шығады.
Міне тортымызды толықтай құрастырдық. Енді тоңазытқышқа 2 сағатқа салып қоямыз. Енді біздегі қалдықтарды алып, осылай салафанға салып, оқтаумен майдалаймыз. Сіздерде блендер болса, блендермен майдалап алсаңыздар да болады. Міне біздің сыртын қаптағанға арналған крошкамыз дайын болды. Енді тоңазытқыштан тортымызды аламыз. Бірінші осылай пышақпен шет-шетін кесіп аламыз. Енді крошкаммен торттың сыртын видеода көріп тұрғандарыңыздай барлық жағын жауып қаптап шығамыз. Мінекей біздің тортымыз дайын болды. Енді бетіне мен осылай қағазбен қардың формасын ойып кесіп алдым, және де қант ұнтағын сеуіп шықтым. Сол кезде бізде кәдімгі қардың формасы сияқты болып шықты. Негізінде осындай формалар бізде кондитерлік дүкендерде сатылады, бірақ осылай жасаған өте тиімді деп ойлаймын үй жағдайында. Мінекей қыздар, біздің медовик тортымыз осымен дайын болды. Өте жұмсақ, дәмді болып шықты. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Міне қарасаңыздар, қождарымыз да өте жұмсақ болып шықты. Құрметті қыз-келіншектер, астындағы подписаться батырмасын басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен осындай бір жасағанда шығатын ерекше рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздермен болған Әйгерім. Келесі видеоларда кездескенше.